Дулат Исабеков, ескерткіш, әңгіме. Аудандық партия комитетінің секретары Жанайдаров ертеңгілік кабинетіне келіп, шешініп, шашын тарап, иығына түскен ақ қайызғақтарын сілкіп, креслосына отыра бергені сол еді, оң жақ бұрыштағы телефон оның отырғанын күтіп тұрғандай, аяқ асты безілдеп ала жөнелді. Межгород, деді ол іштей Жанайдаров трубканы тес құлағына тосып. Алло, деді ол даусын әрі шаршаған, әрі таң атпай жұмыстан басқаны ойламай отырған іскер адамның мақамына салып маңыздана. Тыңдап тұрмын. Жанайдаров. Сәлеметсіз бе Тұрсын Санатович? Оның әлгіндей самарқау маңғазданған тұқымым да қалмай трубканың ішіне еніп кете жаздады. Қалай, денсаулығыңыз жақсы ма? Тұмауратып қалды деп естіп ем. Көктем ғой, бұл ең бір алдамшы қиын кезең. Жылы киініп сақтанып жүрсеңізші. Сақтанып жүрсеңізші деймін. Суықтан да? Иә, есімде. Ой, білгенде қандай. Ескерткіш? Ескерткіш. Ол тұр? Тура терелейтін комбинаттың алдында. Жақсы, жақсы. Жанайдаров жылан сорып жатқан құрбақадай табан асты шала жансар күйге көшті. Келсін, келсін. Күтеміз. Сіз де келесіз бе? Оның даусына діріл араласты. Ойбай-ау, онда әрине қуанамыз. Қашан? Бүгін кешке? Қайдан? Қалай? Англиядан? Құдай сақ, құдай сақ. Жанайдаров өзіне өзі келімдегенше, ана жақтағы адам трубканы қойып үлгерді. Құдай ұрды деген осы, деді ол дұға оқығандай көбірлеп. Бұлай болады деп кім ойлаған? Бұл ақылшындардың да жүрмейтін жер жоқ. Нелері бар десеңізші, жердің ана шетінен жердің мына шетіне қаңғып. Отырмыз ғой осы Англия түгіл Алматыға да бара алмай. Ол орнынан қалай тұрып, кабинет ішінде екі қолын артына ұстап, қалай сенделіп кеткенін өзі де сезбей қалды. Телефон трубкасынан шыққан белгісіз бір күш оны орнынан жеп-жеңіл көтеріп алды да оп-оңай сенделтіп жібере қойды. Ол кабинет ішінде сенделіп жүрген кезінде оның не себепті сенделуге мәжбүр болғанын айта кетейік. Бұл аудан ежелден малдаудан. Тіпті революцияға дейін бұл жердің аты малмен шыққан. Мал көп болған соң бұл арада ет комбинаты салынған. Ет комбинаты салынған соң әрине терелейтін комбинаттың қажеттігі келіп туатыны белгілі. Сөйтіп бұл жерден алғаш рет терелейтін шеберхана ашылады. Сол шеберхана Қазақстандағы тері өңдеу өнеркәсібінің тұңғышы болып шығады да, бертін келе еліміздегі ең ірі комбинаттардың біріне айналады. Былтырғысы жылы сол комбинаттың 100 жылдық мерекесіне аудан, облыс, қала берді республика болып қызу дайындалды. Дайындық үстінде комбинат жұмысшыларымен әртүрлі кездесулер, радио, телехабарлар ұйымдастырылып, артистер мен жазушылар да келе бастады. Сондай кездесулердің бірінде Алматыдан келген бір жазушы мінбеге шығып алып, біз еңбек адамдарын құрметтеуді ұмытып барамыз. Бір қарапайым жұмысшыға тағзым етуіміз керек. Осы комбинаттың іргетасын қалаған кім? Алғашқы шеберханасының иесі кім? Сол алғашқы терелеушіні тауып алып, оған комбинат алдында ескерткіш қою керек. Бұл қарапайым еңбек адамына деген шынайы құрмет болады, деген. Жұрт ду қол соқты. Шапалақ ұзаққа созылды. Осыдан соң трибунаға шығушылар бірінен соң бірі әлгі жазушыны пір тұтып, тез арада ескерткіш салу керек деген пікір айтып, тіпті осы кезге дейін алғашқы тербұрыш жайлы ойламай келген аудан басшыларын дүйім жұрттың алдында жерден алып жерге салды. Сөйтіп алғашқы терелеушіге ескерткіш ашу жөніндегі ұсыныс облысқа, облыстан республикаға, республикадан орталыққа кетті. Орталыққа аттанған қағаз аттай 6 айдан соң ауданға арып ашып қайтып оралды. Бұрыштамадан бұрыштамаға соғылып, бұрыштама соғатын сау жер қалмаған соң тілдей сілтемелер жапсырылып, Жанайдаровтың алдына әулиенің басындағы шеңгелдей сәусілдеп әрең жетті. Қысқасы, ескерткіш салу мәселесі әупірім тәңіріммен шешілді. Енді ескерткішті түгел бойымен қою керек пе деген сұрақ тұрды. Артистер мен жазушыларға ескерткішті отырғызып та, тұрғызып та, жамбастап жатқызып та саламыз. Ал еңбек адамының белінен төмен жағын кесіп тастағанымыз ұят болар, деп ақыр оны тұла бойымен тұтас салуға шешім қабылдады. Шешім қабылданған соң Алматыдағы суретшілер одағына құлаш-құлаш хаттар жолданып, осылай, бізге жақсы бір мүсінші жіберіңіздер деген өтініш айтылды. Бір жетіден соң Алматыдан 2 мүсінші кештетіп жетіп келді. Үгіт насихат бөлімінің меңгерушісі келіп, мүсіншілерді қабылдау күтіп отырғанын хабарлады. Кірсін, деді Жанайдаров галстугін түзеп.
Кабинетке көздері шөлдің құдығындай шүңірейген, сақалдарының ар жағында не нәрсе жатқаны белгісіз, бірі шашын өріп тастаған, екіншісінің шашы иығын жапқан екі жігіт кіріп келгенде Жанайдаров селк ете қалды. Екі сақал қол алысып амандасып болған соң, Жанайдаровтың өздеріне сенімсіздікпен тыжырана қарап отырғанын көріп, олар документтерін көрсетті. Дұрыс, деді Жанайдаров олардан тез құтылғысы кеп. Кірісе беріңіздер. Сіздерге қашан керек? Жанайдаров қашанға керек еді дегендей бөлім меңгерушісіне де қарады. Күзге, деді бөлім меңгерушісі, 24 октябрьге. Комбинаттың 100 жылдығын сол күні салтанатты түрде атап өту белгіленіп отыр. Соған дайын ете аласыздар ма? Түк емес, деді шашы өрілген темекісін аузына салып. Запросто, деді сырға таққан біреуі оған зажигалка жағып. Сонымен мүсін қоюдың алғашқы жоралғы шарт қағаздары жасалып, 2 мүсіншіге аванс берілді. Мүсін жасаудың ең қиын кезі енді басталды. Мүсінді қалай жасау керек, жай ғана жұмысшыны құя салу керек пе, оның бет пішінін ойдан шығару керек пе, әлде осы өңірдегі тірі ағайын туыстарының бірінен көшіру керек пе? Ал оның ағайын туыстарын қалай іздеуге болады? Олар осы өңірде бар ма, жоқ па? Жалпы алғашқы терелеушінің аты жөні кім? Ол қашан туылып, қашан өлген, түр-түсі, мінез құлқы қандай, тағылар. Екі мүсінші осыларды анықтағанша 2 ай өтті. Рас өтірігін кім білсін, оның алыс туыстары да табылды. Олар тіпті осы ауданда, дәл райкомның жанында тұратын болып шықты. Алғашқы терелеушінің аты жөні де анықталып ресми қағазға Мелден Желдібаев, Қазақстан тереуінді өнеркәсібінің негізін қалаушы деп жазылды. Мелден Желдібаевтың бүгінгі алыс туысы Әштен Желдібаев нөмірі 2 үй басқармасында сантехник болып жұмыс істейді екен. Ол Мелденнің мінез құлқын, түр-түсін, бойын түп-түгел сипаттап берді. Оған бұл әңгімені баяғыда әкесі көзі тірісінде айтып отырған деседі. Қысқасы, мүсіншілер оның сипаттауы бойынша Мелденнің алғашқы рәсімін қағазға түсіріп қарағанда, Әштеннің өзінен аумайтын болып шықты. Олар қағазға бір, Әштеннің өзіне бір қарап отырып қалды. Айналып келгенде сіздің алыс туысыңыз өзіңізден айнымайтын болып шықты ғой, деп таңғалысты екі сақал. Иә, көзі көргендердің айтуынша, ол маған сойып қаптағандай ұқсас болған деседі. Кешіріңіз, бәлкім ол сізге емес, сіз оған ұқсаған шығарсыз. Қанша дегенмен ол сізден үлкен ғой. Иә, деді сантехник күліп. Солай болса солай шығар. Сонымен мүсіншілер мүсінді Әштеннің тура өзінен көшіретін болды. Демек, Әштен мына өмірде қандай болса, мүсін де сондай болуы керек. Оның бойын жуандығынан ең арыз саусақтарына шейін өлшеп алды да, олар шұғыл іске кірісіп кетті. Ауданның мәдениет үйіне Әштен күнде кешке жұмыстан соң келеді. Келеді де, мүсіншілер отырған бөлмеге кіріп, Еділбай қойының терісін 2 қолымен жоғары көтеріп, оған ынта-шынтасымен беріле, сүйсіне қарап тұрып қалады. 2 суретші жабылып, 2 жақтан эскиз жасауға кіріседі. Әштеннің тері ұстап салынған рәсімі 20-ға шақты болды. Мүсіншілер Алматыға барған соң, солардың ең ұнаған түрі бойынша әуелі балшықтан, сонан соң гипстен нағыз мүсін құюлары қажет. Үйдің подвалында қызыл арақ ішіп жүрген ешкімге белгісіз Әштен осылайша аяқ астынан аудандағы ең атышулы адамдардың біріне айналып шыға келді. Алғашқы терелеушіге қойылатын ескерткіштің түпнұсқасымен амандасқысы келетіндер, онымен қатар жүріп арақ-шарап дүкеніне бірге барып, бірге бір кезекке тұрғандар үшін мақтанатындар да көбейе бастады. Енді ол аудан басшыларының назарынан тыс қалмайтын болды. Мүсін соғылып біткенше бір бәлеге ұшырап қалмасын, ананы байқап жүріңдер деген Жанайдаровтың сөзі төмендегі бағыныштыларға бұйрықтай естіліп, аупарткомның буфеті арқылы оның үйіне аса жасырын әдіспен 2 күнге бір бөтелке таза бидайдан жасалған арақ жеткізіліп тұрды. Бұлайғы жұрт байқамасын деп, арақ сарағаштың бөтелкесіне құйылып әкелініп жүрді. Бірақ Әштен қашанда Әштен ғой. Бір күні қызу күйінде паркке барып, бір жігіттің қызын биге шақырып, ол шықпай, оның арты жанжал төбелеске айналып, ақыры Әштеннің сары белдеулі машинамен қайтуына тура келді. Бөлімшеге кеп 15 тәулікке қағаз толтырылып жатқанда Әштен лейтенанттың жазып отырған қолын басып тұрды да, райкомға телефон соғуға бола ма? Деді. Лейтенант оған күлімсірей қарап, оңға хабарласқың келмей ме? Деді. Хабарлас, перестекуайлер қазір тура өзінде отыр. Мен шын айтып тұрмын, деді Әштен ауып бара жатқан жерінде столдан ұстап қалып. Аға лейтенантқа қарады. Звондасыншы көрейік қызығын, деді лейтенант. Не дер екен? Аға лейтенант та күлімсіреп басын изеді.
Әштен тәлтіректеп тұрып, 4 цифрды теріп шықты да дауысын кенеп қойды. Екі милиция бір-біріне қарап әлденеге мәз болып күліп тұр. Көп күттірмей, ар жақтан біреу трубканы көтерді. Ауборткомның кезекшісі тыңдап тұр, деген ер адамның зор даусы саңқ ете түсті. Дежурный, мен Әштен, деді ол қанша сыр білдіргісі келмесе де, тілі ерікке көнбей. Кім? Әштен, Желдібаев, ескерткіштің түпнұсқасы. Мені жапқалы жатыр. Иә, ол екі милицияға бұрылды. Ол екеуі оқиғаның қандай бағыт алып бара жатқанын толық түсіне алмай, оған аңтарыла қарап отырғанда. Адрестеріңіз қалай? Деді Әштен. Аудандық милиция бөлімшесі, кез келген ақымақ біледі. Әштен трубкаға қайта сөйледі. Аудандық милиция, иә, кез келген ақымақ біледі. Әштен трубканы қойып, орындыққа жайғасты. Арада 10 минут уақыт өтер өтпесте, оны кезекші машина кеп алып кетті. Екі милиция түс көргенде отырды да қалды. Бұл оқиға Әштеннің беделін бұрынғыдан да көтере түсті. Бірақ белгіленген 24 октябрьде ескерткіш дайын болмады. Аудан облысқа хат жазып, комбинаттың 100 жылдығын тойлауды ноябрь мерекесімен бірге өткізуді мүсін ноябрь мерекесіне де дайын болмады. Аудан облысқа тағы жазып, комбинаттың тойын жаңа жыл мерекесіне қарай өткізуді жөндеп дәлелдеді. Мүсін жаңа жылға да дайын болмады. Сонан соң облыс ашуға мінді. Ауданды сөзде тұрмайтындық үшін қатты айыптап, басшылардың мәдени жұмысты ақсатып отырғандығын бюрода қаралды. Мүсін негізінен дайын, тек мұрны, екі көзі мен бір құлағы сияқты ұсақ-түйек мүшелер ғана бітпей тұр, деп Жанайдаров амалсыз өтірік айтқан болатын. Бұл уәж облыс басшыларын біршама жұмсартып кетті. Бір мұрын, екі көз, бір құлақ қалса түк емес екен, деп басшы оларды төніп кеп қалған қатал жазадан арашылап. Енді қашан бітіресіңдер? Екі көзді ойып, бір мұрын, бір құлақты жапсыруға көп болса, 5 күн кетер, солай ма? Иә, әрине солай. Уәделі 5 күнде мүсін бітпеді. Мүсіншілерден ескерткіш дайын, тек екі көзі мен бір мұрын, бір құлағы ғана қалды, деген хабар тиді. Сонан соң аудан басшылары бұл істігі біттіге санап, облысқа ескерткіш дайын деп рапорт берді. Қазақстанда алғашқы тері илеушіге қойылған ескерткіш жайлы хабар жер-жерге тарап кетті. Аудан, облыс, республика, қала берді орталық баспасөзде бұл жайлы кең түрде хабар берілді. Сол хабардың нәтижесінде бүгін міне аудан орталығына сонау Англиядан делегация келе жатыр. Ескерткіш болса, әлі дайын емес. Енді не істеу керек? Жанайдаровты кабинетінде сенделтіп жіберген осы сұрақ еді. Ал енді не істейміз? Деді ол аппараттың жауапты қызметкерлерін жинап алып. Англияның терілеу заводының өкілдерін ертіп, облыстың хатшысы да келе жатыр. Ол бүгін кешке осында болады. Таңертең ескерткішті тамашаламақ. Ал қандай амал бар? Ешкім ләмдеп жағаша алмады. Ескерткішті түнде біреу құлатып кетіпті десе қайда еді? Деді шаруашылық бөлімінің меңгерушісі. Ол қисынға келмейді, деп қарсыласты ұйымдастыру бөлімінің басшысы. Қылмыскерді тап десе, кімді ұстап бермекпіз? Одан да шындықты айтып кінәні мойындау керек. Бәлкім ол кісінің өз шетелдіктерге бір сылтау ойлап табар. Онда бәріміз құрыдық емес пе? Деп секретар оған нақты көзімен ата қарады. Алдағанымыз үшін басымыздан сипай қоймас. Енді не істедік? Енді не амал бар? Ешкім ешқандай көңіл қонар амал айта алмады. Мына жаңбыр бір бәле болып тұрғанын қарашы, деп мал шаруашылығы бөлімінің меңгерушісі кенет қисыны жоқ бір әңгіме бастады. Жаңбырдың бұған не қатысы бар? Деп насихат бөлімінің бастығы оған орынсыз сөз айтқан үшін жақтырмай қарады. Жұрт қайтадан сілтідей тынды. Мен әлгі сөзді тегін айтып тұрған жоқпын, деді мал шаруашылығы бөлімінің басшысы. Біз ғой ескерткішті дайын болды деп ақпар берген. Оны ресми ашқан жоқпыз. Ол күні түні жабық тұр. Ағылшын тереушілері мен оның облысының хатшысы келген кезде ағаштың кенін алып тастап, орнына Әштеннің өзін қоя тұрайық. Олай көп болса 10 минут тұрар, ары кетсе 20 минут кетер. Өзімізде асықтырамыз ғой, сарыағаштың суын жарты жыл бойы босқа іштіме, қолынан қой терісін көтеріп, жарты сағат қимылсыз тұра тұрсын. Одан Әштеннің түгі де кетпейді. Олар кеткен соң секіріп түседі де үйіне бара қояды. Тіпті түспей-ақ сонда тұра берсе қайтады, деп жалпы бөлімнің бастығы күліп. Үйіне түнде барып кеп тұрар, ал оның орнына тағы сондай бір сантехник тауып алармыз. Өлік шығарғандай тым-тырс отырған жұрт ду күлді. Жолдастар, күлкіні қоя тұрыңдар, деп ашу шақырды Жанайдаров. Қазір күлетін кез емес, ал тағы кімде қандай ұсыныс бар? Көп бас қатыратын еш нәрсесі жоқ. Жаңағы ұсынысты қабылдау керек.
деді мал шаруашылығы бөлімінің меңгерушісі өз пікірін өзі қолдап. Жанайдаров мектеп пен мұғалімді алғаш көріп отырған бірінші класс оқушыларындай тым тырыс бола қалған бағыныштыларының алдында басын ұстап әрлі бері жүріп кетті. Менімше, әлгі ұсыныстың қабылдау керек ау, деп ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі. Бізде басқа амал жоқ. Әштенді тұғырға қою керек пе, керек емес пе, қоя қалған күнде шетелдік терелеу шеберлерінің алдында ол жөтеліп, немесе түшкіріп қалып жүрсе, одан арғы күніміз не болмақ деген сияқты толып жатқан сауалдарға тұс-тұстан әртүрлі жауаптар айтылған соң, аудан басшысы да ойланып қалды. Ақыры бұл мәселе дауысқа салынды. Сөйтіп бюроның шешімі бойынша Әштен жарты сағат тұғырға өзі кеп тұратын болды. Қонақтар бүгін кешке келіп, таңертең ескерткішті көруі керек. Сондықтан 4-5 адам Әштенді ашуландырып алмай, қытығына тиіп алмай, жақсылап сөйлесіп, қамырдан қыл суырғандай оны майда тілмен білдіртпей көндіруге тиіс болды. Олар время біте берген кезде Әштеннің үйіне сау ете түсті. Әштен сарағашын ішіп алып жатып қалған екен. Райкомнан адам кеп тұр деген соң әзір басын көтерді. Жігіттер жан-жақтан анталап, солай да солай деп болған жайды түгел түсіндірді. Алдады, үгіттеді, қорқытты, жалынды, әйтеуір Әштенді жарты сағат ескерткіш болып тұруға көндірді. Ол жарайды деген кезде аупартком нұсқаушылары иықтарынан тас түскенде кеуделерін көтеріп, маңдай терлерін сүртті. Бірақ жарты сағаттан асса, ағылшыныңа қарамай секіріп түсем де кете берем, деді ол қырсық мінезін көрсетіп. Байқа, обком хатшысы да болады. Болса қайтейін, хатшы болса өзіне хатшы. Ол осы уақытқа дейін бір мүсінді дайындауға ықпал ете алмаған хатшының кісімсінгені кімге керек? Деді Әштен нұсқаушыларының зәресін одан бетер алып. Қонақтар 3 машина боп дәл айтылған уақытта келді. Олар мейрамханаға жайғасып болған соң кешкі ас берілді. Екі жақтың басшылары сөз сөйледі. Ағылшын делегациясының бастығы терелеушіге алғаш ескерткіш қойған совет адамдары мен басшыларының тапқырлығына, тарихқа деген зор да нәзік махаббатына, қарапайым еңбек адамына деген айрықша ықыластарына, қамқорлықтарына, көркемөнерге деген сүйіспеншіліктеріне, білгірліктеріне мейлінше рас екендіктерін айтып, солардың денсаулықтары үшін тост көтерді. Біздің жақта қарап қалмай, обком хатшысы жауап сөз сөйлеп, белгісіз жұмысшыға қойылып отырған ескерткіш дүние жүзінде бірінші екен. Бұлай өту тек социалистік қоғамда ғана мүмкін бола алатынын, капиталистік мемлекетте олай болмайтынын, бұл секілді ескерткіштің басқа еш жерде емес, жер шарының дәл өздері тұрған нүктесінде бой көтергеніне басы өзі боп қуанатынын, және қарапайым жұмысшыға ескерткіш қою мұнымен шектеліп қалмағалы отырғанын, аудандық партия комитеті бұдан былай белгісіз сиыршылар мен бұзаушыларға, жылғышыларға, шошқашыларға, тағы толып жатқан құрметті мамандық иелеріне, кеудеден жоғары бюстер мен кеудеден төмен жағы қамтылған толыққанды бейнелер жасауды жалғастыра беретінін айтқанда, ағылшындар тағы ду қол шапалақтап, аупартком жағы үнсіз қалды. Сөз соңында ол ертеңгі программаның өте тығыз екендігін, сондықтан ескерткішті көру бүгінге тура кешкі асты ішіп болған соңғы уақытқа белгіленіп отырғанын хабарлады. Ағылшындар жағы программа бойынша ескерткішті көру ертеңгі астан кейін екенін, жалпы өнер туындысын түнде көру сыпайы тілмен айтқанда көргенсіздік болатындығын түсіндіріп көріп еді. Аудан басшысы сол көргенсіздікке амалсыз барып отырғандығын, олай болмаған жағдайда осыдан 70 шақырым жайлауға барып келуге үлгермейтіндіктерін, және де қолына тер ұстаған адам жобасындағы гипске қарай бергеннен гөрі жайлаудағы тірі малшылармен сөйлесіп, таза ауада жаңа сойылған қойдың етінен өз қолымен шашлық жасап жегеннің әлдеқандай артық екенін, ал комбинат алдында тұрған ескерткіштің жан-жақтан түсірілген фотосуреттерін әрбір делегация мүшесіне сыйға тартатындықтарын айтқанда, шетелдіктер дән разы боп шу ете қалды. Демек, қолдады деген сөз. Бұлар тамақ ішіп отырғанда баяғы 4-5 жігіт Әштеннің аст үстіне түсіп программада алдап өзгеріс болып қалғанын, тұғырға көтерілу ертең емес, бүгін түнде болатынын, расына келгісе, күндіз тұрғаннан гөрі түнде тұру моральдық, психологиялық жағынан әлде қайда тиімді болатынын оған әрең түсіндіріп, әрең көндірді. Ең қуаныштысы Әштеннің көнгені болды. Жарайды, деді ол кереуеттің басында тұрған шалбарына қол созып. Райком үшін көндім. Бірақ бұл жөнде жаңадан білмейтін болсын, тіпті әйеліңізге де тіс жармаңыз. Ол не үшін не болады? Жігіттердің бірі оның қолынан конверт ұстата қойды. Әштен конверттің аузын ашып, ішіне үңіліп қарады да, кигелі жатқан шалбарының қалтасына сұға салды.
Үшеу, деді конверт ұсынған жігіт. Кейін тағы екеуін аласың. Аз емес па? Қанағат керек, деді екінші жігіт шарт етіп. Жарты сағатта 500 сом. Ол сенің 4 айда табатын табысың. Әштен бір аяғын сұғып қойған шалбарын қайта шеше бастады. Конверт ұсынған жігіт оның шалбарына жата кеп жабысты. Ойбай, әке көке, шалбарыңды шеше көрме, ки ғой. Ол әшейін айтып тұр, аузынан байқамай шығып кетті. Солай ма? Деп әлгі жігітке дүрсе қоя берген топ боп, тыныш дегендей көзін қысып қойды. Иә, мен әшейін айтып тұрмын, деді ол қолана қойып. Шынында да ол менің сөзім аузымнан қалай шығып кеткенін өзімде таңғалып тұрмын. Әштен екінші балағын сұға бастады. Ақыры олар әштенді ұзатылған қыздай киіндіріп, екеуі екі жағынан сүйемелдеп үйден алып шыққанда, деп бірдемдерін бір-ақ алды. Олар табалдырықтан аттай бергенде әйелі, бұны қайда апарасыңдар түн ішінде, деді. Әштен оған жалт қарады да, араласпа райкомның ісіне, деп шығып жүре берді. Ағылшындар комбинат алаңына келгенде әштенде тұғырға шығып, образға еніп, қолынға кепкен қой терісіне тесіле қарап тұр еді. Тұғырдың жан-жағынан түскен прожектор сәулесі ескерткіш тұлғасын шынында да алып та сұстығып көрсетеді екен. Оның жанына келген кезде Жанайдаровтың өзі де мынадай көрініске қайран қалды. Ағылшындар ескерткіші шыр айналып, оның тамаша жасалғаны жайлы ең асқақ сөздерін аямай жаудырып жатты. Олардың аузынан ғажап, сирек құбылыс, тамаша деген сөздер естілген сайын Жанайдаровтың жүрегіне ине шаншылғандай өне бойы ду-ду ете түсті. Көп аялдамастан тез алып кетіңдер, деді идеология жөніндегі секретардың жанынан өте беріп өзгелерге білдірді. Жанайдаров аспанға қарап күрсінгенде аузынан ақ бу бұйдалана жөнелді. Сонда барып ол түстен кейін басталған жаңбырдың арты қарға айналған. Олар прожектордың өткір сәулесіне тынымсыз сабалап тұрғанын, әштеннің белі бұзылған қара күпәйкесінің иығына ақ погон үймелеп қалғанын көрді. Сонда барып, ол бетіне қиғаш соғып тұрған қарға қасқая қарап, міз бақпай тұрған әштеннің қайсарлығына риза боп, оған іштей жан ашыды. Райком секретары қанша сықтырғанмен, шетелдік қонақтар ескерткішті айналшықтап шықпай қойды. Олар постаметтің тасы қайдан әкелінгенін, бұл жерге қашан қойылғанын, терелеушіге ескерткіш қою идеясы алғаш кімнен шыққанын, суретшілердің басқа шығармаларының қай жерден кездестіруге болатынын, жалпы олармен сапар аяқталғанша тілдесуге мүмкіндік болар болмасын сұрап, Жанайдаровтың әбден діңкесін құртты. Оларға қар аралас жаңбырдай өтірік шыны аралас жауап беріп жатқанда, қас қылғандай обком хатшысы да қастарына кеп әңгімені үйіп тыңдай қапты. Құдай сақтай көр, деді ішінен Жанайдаров өз өтірігінен өз шошып. Аяғына сырға шаппаса болғаны, қайдан ғана бастап қалып еді мынандай алмаға ебісті. Жалко, очень жалко, деді ұзын бойлы ағылшын фотоаппаратының шынысын орамалмен сүртіп жатып. Ол неге өкініп тұр, деді Жанайдаров аудармашыға. Ескерткішті күндіз көрмегендеріне өкініп тұр, деді аудармашы. Сіз оларға түсіндіріп айттыңыз, бізді тағы бір дастархан күтіп тұр. Көп кешіксек, ұят болады, деді идеолог секретары жалынғандай үнмен. О, дастархан, деді ұзын ағылшын қайта айғайлап. Опять дастархан. Иә, деді идеология секретары олардың назарын ескерткіштен гөрі өзіне аударғысы кеп көңілдене. Қазақтар етті түнде жегенді жақсы көреді. Аудармашы жалмажан оларға бұл сөзді де жеткізді. О, Шотланд, иә, Шотланд, мы же тоже любим ночью кушать, деп екінші бір ағылшын. Мұның арғы тегі шотландық. Шотландықтар да етті түнде жеуді жақсы көреді, егер бар болса, деп тұр, деді аудармашы сөзінің аяқ жағын ағылшын айтып кеткен соң оның сөзін толық аударып. Олар мәз боп күлді. Обком хатшысы олармен қоштасты да орталыққа жүріп кетті. Қоштасарда Жанайдаровты сәл оңаша шығарып, ескерткіштерің жақсы екен, адамдарың тірі секілді, тура өмірдің өзінен алынғандай, деп мақтап кетті. Иә, тырыстық қой, деп Жанайдаров не айтып тұрғанын да өзі де білмей. Оның машинасы көзден таса болғанда, қонақтардың бірі кенет шыңғырып жіберді. Жұрт оған дүрліге қарады. Фотоаппаратын суретке түсіргелі көзінің алдына апара берген шотландық ағылшын жоғары қараған бойы аузын ашып қатты қалыпты. О, деп ол сұқ саусағын ескерткішке қарап созып. Бір бәле болған қын Жанайдаровтың кеудесінен жан кетіп қалды. Шотландық ағылшын отандастарына әлдене деп сарнай жөнелді. Жанайдаровта болар болды дегенде басын жоғары көтеріп еді, әштеннің қолындағы қой терісі үйіріле соққан желмен тербеліп тұр екен. Ескерткіш басында ошу басталды да кетті. Бәрі Жанайдаровты қоршап алып, сұрақ дегенді қардай боратты.
бұл не, ескерткіштің қолындағы неге тербеле қозғалады? Біз осыны рас көріп тұрмыз ба, әлде елес па? Деген сияқты жауап бермеске болмайтын қиын сұрақтар қаптады. Жанайдаров жауап таба алмай секретарға қарады. Ол өзін қоршаған бөлім меңгерушілеріне телмірді. Тұғырға әштеннің өзін қояйық деп идея айтқан мал шаруашылығы бөлімінің меңгерушісі көмекке келмегенде күн қараңғы еді. Ол кенет: бұл суретшілердің көркемдік шешімі, деді ол жоғарыға қарап тұрып. Терелеушінің қолына гипсіне қаңылтыр ұстатып қою тапқырлық емес, одан да табиғи тері тұмды болады. Бізде не көп? Тері көп. Комбинат қызметкерлері де апта сайын теріні жаңартып отырады. Бұлай ету көркем өнерді өмір шындығынан бәрі табан жақындата түседі, деді ол да не айтып не қойғанын өзі білмей. Шетелдік қонақтардың таңданысында шек болмады. Олардың бәрі аспанға қарап, желмен тербетіліп тұрған теріден көз алмады. Мүсіншілердің әрі қарапайым, әрі ғажайып тапқырлықтары туралы мақтау мен мадақтау сөздің взвод ағытылып, олардың бәрі мынадай теңдесі жоқ көркемдік шешімге қайран қап тұрған сәтте әштеннің саусақтарынан жан кетіп, тербетіліп тұрған тері қолынан түсті де, төбеден ары бері теңселіп ұшып кеп, дәл ағылшындардың алдына жалп ете қалды. Шетелдік қонақтар сілтідей тынып, алдарында жатқан теріден көз алмай қалшиысты да қалды. Әй, итай, сілшідай тұрсаң қайтер еді, деп кіжінді Жанайдаров қазақша. Қонақтар да, аудармашылар да түкке түсінбей оның не айтқанын қайталап тұрды. Жауапты идеология секретары берді. Өмірі түспейтін тереді дәл қонақтардың келгенде ұятқа қалдырғанына қынжылып тұр, деді ол теріге үңіліп. Жұмысшылар жөндеп қыстырмаған ғой, деді ол. Осы кезде шотландық ағылшын аудармашыға қарап әлденелерді шұбыртып сөйлей жөнелді. Аудармашы иығын бір қозғап біраз үнсіз тұрды да Жанайдаровқа жақындап: теріні сіздер бәрібір апта сайын ауыстырады екенсіздер. Мынау жерге ғайыптан тайып түсіп қалды. Соны сувенир ретінде сатсаңыздар алар едім деп тұр. 500 фунт стерлинг төлеймін дейді. Сіз қалай қарайсыз? Деді аудармашы. Сәт сайын бір бәленің жақындап келе жатқанын сезген Жанайдаров пальтосының қалтасында тершіген саусақтарын бір-біріне үйкеп тұрып: тегін ағылсын, деді үлкен жомарттық танытып тұрғандай күлімсіреп. Маналы бері орысшаның өзін түсінбей тұрған шотландық ағылшын аудармашы мен Жанайдаровқа кезек қарап: о, какой добрый русский, деді оның тегін беріп тұрғанын бірден түсініп. Ол орыс емес, қазақ, деді аудармашы күліп. Да, казак, деп ол да күлді. Бесплатно это хорошо, Шотланд любит бесплатно. Олар дуылдап күліп жатқанда әштен: қайтсаңдаршы, қатып қалдым ғой, деді күш етіп. Бұл сөздің тез айтылғаны сонша шетелдіктер ғана емес, тіпті әштеннің отандастарының өзі дауыстың қайдан шыққанын жөнді аңғармай қалды. Бірақ бәрі де, әсіресе ағылшындар жағы, әйтеуір бір оқыс дыбыстың шыққанын, дыбыс қана емес, бүтін бір сөйлемнің жергілікті тілде айтылып өткенін сезіп, күлкілерін бір сәтке тия қойды. Жападан жалғыз тұрған адамды әлдекім құлағынан жай ғана шертіп өткенде қандай болса, олар да жан-жақтарына тап солай жалтақтап, күдікті ешкім көріне қоймаған соң, ол жөнінде ешкім ештеңе дей қоймады. Шотландық ағылшын мың қайтара рахмет айтып, әштеннің сарайында 40 жыл жатқан қатқан теріні мұқият орап, Адидас деген жазуы бар сөмкесіне салып қойды. Шетелдіктер асықтырмақ түгілі жеңінен тартса да кетері болмады. Делегация жетекшісі ұзын ағылшын сөз сөйледі. Осындай сирек кездесетін ескерткішті өз көздерімен көргендеріне шексіз бақытты екендіктерін, бұл оқиға рухани өмірлеріндегі ең бір жарқында әсерлі боп есте қалатындықтарын айтты. Одан соң шотландық ағылшын сөз алды. Ол көңіл күйлерінің аса көтеріңкі екендіктерін, мұндай сапар жөнінде елдеріне барған соң кең түрде әңгімелейтіндерін, ескерткіш қолынан түскен жай ғана терінің Британ музейінде сақталып, барша халықтың ортақ мүддесіне айналатынын, және бұл терінің музейге сатқанда кем дегенде 10 000 фунт стерлинг болатынын, сондықтан 500 фунт стерлингті қайткен күнде тастап кететіндіктерін ұялмай, жасырмай ашық айтты. Әрине, бірінші сана, ал ақша адам өміріндегі 4-ші, 5-ші атрибут деп тәрбиеленген біздің адамдар шу етіп, әмиянынан шығып қалған ақшаны оның қалтасына қайта салып берді. Осы кезде тағы да әлдекімнің қап деген дауысы естілді. Шетелдіктер тағы аңтарылса қалды. Бірақ бұл жолы ешкім аңтара алмай қалды. Мал шаруашылығы бөлімінің меңгерушісі республикада кең тарап келе жатқан қостілділіктің пайдасын нақ осы жолы анық көрді. Ол райкомның бірінші секретарына әлденені түсіндіріп жатқан боп қазақ тілінде: әй, әштен,
Біз де ерігіп тұрған жоқпыз. Мына қонақтар сені шырайын алып кететін емес. Сәл шыда, енді 5 минут, сонан соң кетеміз, деді. Ескерткіш жақтан әлде қиналыс, әлде ызаны білдірген бір түсініксіз дыбыс естілді. Әй, тыныш тұр, деді де ол тағы да жерге қарап тұрып. Ендігі жетпегені сенің сол жақта тұрып бізбен ұрсуың еді. Қап, валюта, деп кіжінді әштен тағы берісте қысқа қайырып. Мистер Конрад, деді идеология секретары аудармаштан делегация жетекшісі ұзын ағылшынның аты жөнін біліп алып. Ол бұған жалма-жан жалт қарады. Кешіріңіздер, бізді күтіп қалды. Ол сағатының саусағымен соғып та қойды. О, та-та, нада, деп ол да өзгелермен әлденені ағылшынша суылдата жөнелді. 5-6 минуттан соң ескерткіш алаңы бос қалды. Олардың шуы басылып, бір төбе айнала бергенде, әштен бүкіл делегациямен бір топ өз отандастарын айызы қанғанша бір әрпін қалдырмай шешелерінен боқтап тұғырдан түсті. Жарты сағат бойы қимылсыз тұрғандықтан аяқ қолы сіресіп, белі қозғалтпай қапты. Тұғырдан түскен бетте ол қалтасындағы 4-түк бөтелкені суырып алып, сарыағаштан қықылдата шықты да үйіне қарай қиралаңдай жөнелді. Жұрттың көзі енді ұйқыға ене бергенде, шыртандық ағылшын көрпесі өртенгендей баж етіп орнынан атып тұрды. Қасындағы Конрад не болғанын сұрады. Ол тері салған сөмкесін ескерткіш басында қалдырып кетіпті. Конрад орнынан тұрып, келесі бөлмеде жатқан аудармашыға болған жайды түсіндірді. Аудармашы ескерткіш алаңының алыс емес екенін, қонақ үйден шыққан бетте тура жүре берсе, оң қол жақта еңселі комбинат үйі көрінетінін түсіндірді. Керек болса, бірге ертіп баруға дайын екенін айтып еді. Мына тұрған жерге әуре болмай-ақ қойыңыз, өзім-ақ барып қайтамын, деп Джонс шала-пұла киініп далаға атып шықты. Ары кетсе 15 минуттық жол еді, жарты сағаттан асты. Джонс әлі жоқ. Оны жалғыз жіберген үшін аудармашы өкіне бастады. Ол Конрадқа қайта келді. Солай да солай, Джонс әлі жоқ, деді. Қонақ үйдегі бүкіл шетелдік аяқтарынан тік тұрды. Конрад бен аудармашы плащтарын киіп, енді іздеуге шыққалы жатқанда, үсті басы малмандай су, әбден шаршаған, әбіржіген, жалтыр басына дейін балшық шашыраған Джонс кіріп келді. Таппадым, деді ол ентігіп. Қалай? Сол, сірә мен адасып кеткен болсам керек. Құдайым-ау, адасқың келсе де адаса алмайтын жер ғой ол, деді аудармашы. Осы жерден 2 көшетті өтсең болды, үлкен комбинат көрінді ме? Иә. Міне сол комбинаттың алдында тұрған ескерткішті қалай көрмедің? Жоқ, деді ол екі көз үрейге толып. Ескерткіш жоқ. Қалай? Жоғы қалай? Қалай болушы еді, сол жоқ. Комбинат тұр, ескерткіш жоқ. Сіз әсте мүлде басқа жаққа кетіп келген болдыңыз ғой, деп күлді аудармашы. Жүріңіз, екеуміз барып көрейік. Олар комбинат алдына келгенде өз көздеріне өздері сенбей тұрып қалды. Бәрі тұр, тіпті тұғыр да орнында, тек ескерткіш жоқ. Аудармашы мен шетелдік бір-біріне қарады. Сонан соң көздерін уқалап тұғыр үстіне қайта үңілді. Сос, деді Джонс айқайлап. Сос, ескерткішті біреу ұрлаған. Мүмкін емес, деді аудармашы басын шайқап. Әбден мүмкін. Біздің елде мұндай оқиға жиі кездеседі. Ливерпульде темір жолдың көпірі ұрланғанын естіген боларсыз бір түннің ішінде. Иә, естігем. Шынында да совет газеттерінде Англиядағы ұрланған темір жол көпірі туралы жайлы хабар шыққан. Темір жол көпірінің қасында ескерткіш деген не тәйірі? Қалтаға салып кететін қуыршақ емес пе? Мынандай сирек кездесетін ескерткішті қараулы қоймау деген жауапсыздық қой. Міне бөтелке жатыр. Ұрылар арақ ішкен. Шетелдіктер бүкіл қонақ үй мен аупартком қызметкерлерін аяқтарынан тік қойды. Қонақ үйге Жанайдаров пен идеология секретары келді. Мән-жайды түсінген соң олар есінеп тұрып, олай болуы мүмкін емес, деді. Неге мүмкін емес? Әбден мүмкін. Жаңа ғана өзіміз көзімізбен көріп келдік. Мен сумкамды сонда ұмытып кеткен екенмін. Соны іздеп барғанда көрдік, бірақ сумка табылмады. Жанайдаров әрине қонақ үйге келе жатып, шетелдіктердің неге шуылдап жатқан себебін анықтап алып, нұсқаушыларды әштенге жіберіп, тез орнына барып тұрсын, жаңбыр да қар да жоқ, күн жылынды деген. Телефон шыр ете қалды. Нұсқаушылар бәрі дайын екенін айтты. Қазір көрейік, жүріңіздер, деді Жанайдаров. Біздің елде ескерткіш түгіл көшеде жатқан ақшаны ешкім алмайды. Олар дүрлігіп алаңға келгенде, қолына жаңа қой терісін ұстап тұрған ескерткішті көрді. Ешкім де ұрлаған жоқ. Әне ескерткіш комбинатында. Комбинат қызметкерлері оның қолында жаңа теріс ұстатып та үлгеріпті, деді Жанайдаров ұйқылы-ояу, немқұрайлы үнмен. Джонс пен аудармашы жүректерін ұстап, теңселіп тұрып қалды. Олар машинаға отырып кеткен соң, идеология секретары
Әй әштен ай, ана шетелдіктің сумкасын қайтар, бүкіл елді ұятқа қалдырасың, деді жоғары қарап тұрып. Оны сенен басқа ешкім алған жоқ. Адидас деген сумка балама керек болып жүреді. Ертең қоймадан біреу емес екеуін тауып берем. Қайтар. Жарайды, деді ол тұғырдан түсіп келе жатып. Бірақ жаңа бір жолы алып келейін деп ем, әйелім сөмкені ашып көріпті де, ішінен қатып қалған өзіміздің теріні көріп лақтырып тастапты. Жаңа қолыңа ұстап тұрған теріні бере сал, ол оған мөр басып қойды дейсің ба? Дегенмен 500 фунт стерлингті алу керек еді, деді ол үсті басын қағып, тұғырды қоршаған шынжыр қадасынан сумкасын ішіне теріні орап салды да секретарға ұстатты. Ол ақшаның саған керегі жоқ. Қазір шетел ақшаларын қабылдайтын дүкендер түгел жабылды. Ал оның орнына совет ақшасымен аласың. Ал енді үйіңе қайт. Біздің рұқсатымызсыз ешқайда шықпа. Не деп болады? Әштен үйіне секретар қонақ үйге беттеді. Жанайдаров шетелдік қонақтарды бастап жайлауға жүргелі жатқанда, баяғы қызыл телефон тағы шыр ете түсті. Иә, Жанайдаров тыңдап тұр, деді ол асығыс сөйлеп. Немене? Ол көзін жұмып, біразға дейін үнсіз қалды. Болгариядан? Қашан? Ертең? Жоқ. Түнімен ұйықтаған жоқ едім, шаршап отырғандықтан шығар. Жарайды, күтеміз. Ол трубканы орнына қойып, көпке дейін өзінен өзі келе алмай қимылсыз отырды. Бұл кісі де қызық екен, деді ол обком хатшысын кінәлап. Терелеушіге ескерткіш қойдық деп дүние жүзіне жариялаған ба? Қайдан ғана болды деп рапорт бере қойған ем. Енді Болгариядан делегация келе жатыр. Мына мүсіншілер бізді көрге тынатын шығар сірә. Екі көз бір құлаққа болыс осыншама кешігіп. Сол қайдағы бір ескерткіштің екі көзімен бір құлағына бола басымыз кетер ме екен? Жанайдаров аман-есен ағылшындарды шығарып салып, көңілі бір демдеді. Енді бір амалын тауып, болгарларды аттандырып салса, ескерткіштің тұғыры жарылды деп, ешкімді қабылдамауға бел буды. Мынадай масқараның бет ашылғаннан гөрі тұғырдың жарылғаны дұрыс қой. Ертесіне болгар делегациясы келгенде күнде жылынды. Бірақ бәрібір жергілікті халықтан жасыру үшін оларға әштен ескерткішті түнде көрсету керек болды. Қараңғы түсіп, ел аяғы басыла бергенде, идеология секретары 4-5 қонақты ертіп, комбинат алаңына келді. Әштен болаттан құйылғандай қой терісін жоғары көтеріп, сіресіп тұр екен. Өткен жолғыдай емес, біраз тәжірибе жинап қалса керек, мығым да нық тұр. Тіпті социалистік ел ғана емес, бүкіл капиталистік дүние түгел жиналып келсе де, қыңқ ететін түрі жоқ. Мынадай айрықша ескерткішті көргенде, болгар достар ауыздарын ашып, көздерін жұмды. Солардың біреуі көзін ашқан кезде төменнен түскен прожектор сәулесімен шағылысып, әштеннің қалтасынан жылтырап шығып тұрған бөтелкесінің басын көріп қалды. Әлден соң барып қасындағы жолдасының бүйірін түртіп, көпәйкесінің қалтасынан қылтиып тұрған шишаны көрсетті. Қонақтардың арасында күдікті күбір сыбырды естіп, идеология секретары көзінің астымен жоғары қарап еді, әштеннің қалтасында жылтырап тұрған бөтелкені ол да көріп, жүрегі су ете қалды. Ол күні бұрын келіскен шарт бойынша қасындағы нұсқаушыға бас изей қойып еді, ол да жалмажан бұлардан сытылып шыға берді. 2-3 минуттан соң прожектор жарығы өшу керек. Бірақ ол ал көріңдер дегендей бақшиып жанды да тұрды. Секретар жалмажан екінші нұсқаушыны жіберді. Бұл екі арада болгар ағайындардың ескерткіштің қалтасында жылтырап тұрған не нәрсе деп жамырай сұрап бастады. Секретар болса, ондай нәрсені өзінің де бірінші рет көріп тұрған, бәлкім ол қатып қалған мұздың электр жарығымен шағылысу шығар деп әртүрлі жауап айтып жатты. Электрощиттегі прожекторды өшіретін блок істемей қалыпты. Содан соң екі нұсқаушы электромонтерді тауып алып, қалай болғаны күнде де прожекторды өшіру керек. Жоғарыдан тапсырма солай деп, оның жанын алқым қалды. Өшіргішті жөндету ең аз дегенде 20 минут, әрі кетсе 1 сағат, деді монтер. Жоқ, 1 минут, әрі кетсе 5 минут деп зарлы еледі екі нұсқаушы. Онда бірақ жол бар, деді ол. Бір фазаға екінші фазаны қосу керек, сонда прожекторлар күйіп кетеді. Давай, деді олар, күймесі құрып кетсін, тек тезірек. Олар осылай тапсырма берді де, секретар жанын қоярға жер таппай жатқан шығар деп, ескерткіш алаңына қарай жүгіре жөнелді. Олардың да алаңға жеткені сол еді. 6 прожектор бірінен соң бірі тарс жарылды да, маңайды көрдегідей қараңғылық басты. Жарайсыңдар, деді секретар ентігіп тұрған екі нұсқаушының арқаларынан қағып. Тамаша оперативтілік таныттыңдар. Ал мына қонақтарды тез алып кетіңдер. Шетелдігі бар, шетел емесі бар. Жарты сағаттан соң олар у-шу боп қонақ үйге оралды.
қолы іске бармай, кабинетінде жүрегі тайдай тулап сенделіп жүрген Жанайдаров тағы бір сұмдықтың шеті басталып барып, аяғы әйтеуір ойдағыдай біткеніне қуанып, креслосына шалқалап біраз отырды да, кенет идеология секретарының зәресін ала қарқылдап кеп күліп жіберді. Секретар оқыс күлкіден селт етіп орнынан тұрды. Сізге не болды деп сұрау үшін бірнеше рет аузын ашып еді, Жанайдаров күлкісін теріс арада тоқтата қоймады. Сонан соң ол орнынан қайта жайғасып, бірінші секретар әбден күліп болғанша асықпай күтіп отыра берді. Бір кезде Жанайдаров күлкісін тыйған бойда бірден сөз бастап жіберді. Мұз дедіңіз бе? Толып жауап тоспай тағы күлді. Қатып қалған мұз ескерткіштің қалтасында. Шегім-ай, қазір қайдағы мұз? Әне, ол қабырғадағы барометрді көрсетті. +9 градус, атсыз қатып қалған мұз шығар дейсіз. Олар сенді ме? Сол кезде барып секретардың көңіл орнына түсті. Сенсіз сенбесін, әйтеуір әңгімені дауға болса да бұру керек болған жоқ па? Әй, әштен-ай, тұғырда тұрған жарты сағатшының қалтасына шиша салып бармаса өлер ме еді? Ол да әбден басындау. Қазір бірдеңе десең, бетіңнен ала түсетін бопты. Төбемізге осы бәле жете ме деп қорқа бастадым. Кабинетке насихат бөлімінің меңгерушісі кіріп келді. Сүйінші, мүсіншілер келе жатыр, деді ол қуанғаннан аптыға сөйлеп. Екі секретардың екеуі де орындарынан тұрып кетті. Рас па? Деді Жанайдаров. Рас, деді бөлім меңгерушісі. Қазір ғана телефон соқты. Кранмен жұмысшыларды дайындап қойсын, ертең орнатуға кірісеміз, деді. Құтылдық-ау бәледен, деді Жанайдаров терең күрсініп. Барлық жұмысты тастап соған кірісіңдер. Терелеушіге арналған ресми ескерткіш 1:07-ден соң салтанатты түрде ашылып, шыдамы кеткен аудан еңбеккерлерінің де көңілдері бірдемделді. Көз көргендерінің айтуына қарағанда, ол әштеннен айнымаған, тіпті екеуі қатар тұрса, қайсысы ескерткіш, қайсысы адам екенін ажырату қиын бопты деп күліседі. Бірақ бұл оқиғаға әштен қуанбады. Өйткені ол енді ешкімге керек болмай қалды. Тек бұдан бұрынғы оқиғаны айтып қоймасын деп, аупарткомның шофері оған 3 күнде 1 рет Сарыағаштың суын апарып беріп тұрады деседі. Соңы. Оқыған Жолтай Алтынай. Егер әңгіме ұнаса, лайк басып, каналға жазылыңыздар.